Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жазда бір күн жасаған еңбектің рахатын қыста көретін рецептпен бөліскелі тұрмын. Алдымен қиярларымызды жақсылап жуып алып 3-4 сағатқа суға салып қоямыз. Қызанақтарымызды да жақсылап жуып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер сіздерде шырын сыққыш болса, онда тіптен жақсы болады. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп алған соң, тек қана шырын қолданар болсаңыздар, мен секілді ситадан, яғни илеуіштен өткізіп аласыздар. Егер дәнімен қою болғанын қаласаңыздар, илеуіштен өткізбесеңіздер де болады. Банкаларымызды жақсылап жуып, булап аламыз. Буланған банкаларымыз осылай жылтырап тұрады. Әр банкаға 2-3 дана сарымсақтан салып шығамыз. Егер сарымсақтың көп болғанын қаласаңыздар, 5-6 данадан салсаңыздар да болады. 2 дана ас көк қолшатырынан саламыз. Желкекті, яғни хренді мен алақан көлемінде етіп, қолымен үзіп дайындап алдым. 2-3 дана қарақат жапырағынан саламыз. Үстінен әдемілеп бос орын қалдырмай, астына тігінен, үстіңгі жағына көлденеңнен қиярларымыздың 2 шетін кесіп салып шығамыз. Қызанақ шырыны да қайнауға тақау қалды. Көбігіне тиіспейміз. 5 минуттай сапырып араластырсақ, көбігі кетіп қалады. Қайнаған соң пешіміздің отын басып, жарты сағат көлемінде ақырын қайнатамыз. Сол аралықта банкаларымызға қайнап тұрған судан құйып шығамыз. Қайнаған суды бірден құймайсыздар. Әлсін банка бойы жылығанша бөліп-бөліп құйып аласыздар. 15 минуттан соң суларын төгіп тастаймыз. Суым бұл жерде мөлдір емес болып көрініп тұр. Өйткені суым кастрюльде сақырлап қайнап тұрып алғандықтан осындай бұлыңғыр болды. Екінші қайтара қайнаған су құямыз. Оны біз 20 минуттай ұстаймыз. 20 минуттан соң суымызды төгеміз. 2 литр банкадан 1 литр шамасындай су кетеді. Сонда қызанақ шырыны 2 литр банкаға 1 литр деп есептейміз. Менде 12 килограмм қызанақтан 11 литр шырын шықты. 10 дана банкаға 10 литр шырын кетті. Енді банкаларымызға ірі қара бұрыштан 7-8 данадан салып шығамыз. 2 литр банкаға толтырма 2 ас қасық тұз салынады, 3 ас қасық қант саламыз. Кей жерлерде шекер деп те атайды. 70% сірке суынан, яғни уксустан 1 шай қасықтан құямыз. Мен қосымша қақпақтарында сірке суымен шайып аламын. Енді бүлкілдеп қайнап тұрған қызанақ шырынын банкаларымызға құямыз. Банка жапқыш құрылғымен жауып, тексеріп шығамыз. Видеода аспирин қосқаным түспей қалғандықтан сіздерге айта кетейін. 2 литр банкаға 2 дана аспирин саламыз. Достар, видеомның рекомендацияға шығуға, яғни каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Төменде комментарий бөлімінде де өз пікірлеріңізді қай қаладан, қай елден қарап жатқандарыңызды жаза кетсеңіздер. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Осымен қызанақ шырынында жасалған қиярларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.